Армысыздар, Қарашығанақ телеарнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Өтепберген Қарасай, бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Ұлыстың ұлы мерекесі Наурыз мейрамын тойлауды Бөрлі ауыл шаруашылық колледжі бастап кетті. Бұл туралы мен Өтепберген Қарасай сіздерге жеткізетін боламын. Бөрлі ауыл шаруашылық колледжінде ұлыстың ұлы мерекесі аталып өтіліп, оған колледж оқытушылары мен студенттері, ауыл тұрғындары қатысып, өз өнерлерін ортаға салды. Колледж ұжымы айтулы мерекені кең көлемде атап өтуді соңғы жылдары дәстүрге айналдырып келеді. Самарқанның көкті шібіп, жер анаға жаңаша рең берілетін Наурыз тойын барша шығыс халықтары сияқты біздің елімізде асыға күтеді. Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағында халық бір-бірімен хал сүресіп, мал жанның есендігін біліседі. Жалпы Наурыз мейрамы әлемнің бірнеше жерінде тойланса, біздің елде бұл күнді осынау мейрамды бірнеше күн бойы атап өтеді. Бөрлі ауылдық округінде орналасқан Бөрлі ауыл шаруашылық колледжі ұлыстың ұлы мерекесін кең көлемде атап өтуді соңғы жылдара дәстүрге айналдыруда. Биылда бұл мейрам жаңаша қарқын алып, ерекше тойланды. Бүгін міне Бөрлі ауылында, Бөрлі ауыл колледжінде Наурыз мейрамын тойлап жатыр. Осы сәтті пайдаланып, аудан халқын келіп жатқан Наурызымыз құтты болсын. Дендеріне саулық, жанұяда бақыт, құт берекше болсын. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын. Тағы да Наурыз көп болсын, ырыс көп болсын деген біледі. Қазіргі таңда Бөрлі ауыл шаруашылық колледжінде 350-ге тарта студент білім алып жатырса, 30-дың үстіндегі оқытушы сол жастарға білім мен тәрбие беріп келеді. Халқымыздың осынау жаңа жылын көпшілікпен тойлау жастардың санасына ұлттық тәрбиеміз бен салт дәстүрімізді жеткізуге тамаша жол болса керек. Мереке күні студент жастар мен ауыл өнерпаздары өз өнерлерін ортаға салса, колледж басшылығы мен ауылдық округ әкімі барлық жиналғандарды мерекемен құттықтады. Алтыбақан тебіліп, ұлттық ойындарымыз ойнатылып, үлкен мен жастың, ұстаз бен студенттің бас қосқан алаңына айналған бұл жер тек ойын-сауықтың алаңы ғана емес, тәрбие мектебі деуге толық негіз бар. Жиналған жастарда барша тұрғындарды мерекемен құттықтап, әз Наурыз қарсаңында Ақжолтай тілектерін білдірді. Бүгінгі біздің колледжде Наурыз мейрамы өтіп жатыр. Сол үшін барлық осы ұстаздарды, әжелерімізді Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Ол кезде қазақтар бір-бірімен көрісіп, жаңа жылды тойлайды, яғни сол мейрамды барлық туыстармен қарсы алады. Наурыз мейрамы бір-бірімен ренжіскен жандардың кешірім сұрасып, үлкенге жастар сәлем беріп баратын, халықты береке мен бірлікке бастайтын мереке болса, бұл көрініс аталмыш колледжде орын алып отыр. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын, айымыз жарық, күніміз нұрлы болғай.